Өзге де ақпарат, Ұлы Дала Республикалық шығармашылық байқауының жеңімпаздары анықталды. Абайдың 180 жылдығына арналған сайысқа Аманат партиясы ұйытқы болды. Байқауда 120 шығарма сараланған. Биыл байқау алғаш рет өңірлік деңгейде өтті. Бүгінге дейін 100-ге жуық жас ақын жазушы конкурс лауреаты атанып, танымал қаламгерлерге айналған. Мәжіліс спикері партия төрағасы мемлекет тарапынан қаламгерлерге жан-жақты қолдау көрсетіліп келе жатқанын айтты. Мәселен, 2023 жылдан бері еліміздегі жас ақын жазушыларға президенттің арнаулы әдеби сыйлығы тағайындалады. Сондай-ақ жыл сайын көптеген конкурстар мен шығармашылық іс-шаралар өткізіледі. Жуырда ауқымды сауалнама арқылы отандық әдебиеттегі үздік 100 кітап анықталды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев руханиятқа ерекше көңіл бөлетінін жақсы білесіздер. Президентіміз халқымыздың озық ойлы, интеллектуалды ұлт болып қалыптасқанын қалайды. Бұл туралы ұлттық құрылтайларда, басқа жиындарда да айтып жүр. Ал біздің міндетіміз осы жастарға қолдау көрсету, жолын ашу. Бүгінгі Ұлы Дала байқауы соның жарқын көрінісі Аманат партиясының қазақ руханиятына қосқан бір үлесі деп қабылдаңыздар.